Ассалаумағалейкум баршаға, мен Ықылас Аралбаев. Бүгінгі видеомызда сондай практика қыламыз. Яғни көріп тұрғаныңыздай, бұл Learning Management System Lead Board. Яғни бұл жерде drag and drop арқылы адамдарды былай деп алып өтуге болады. Яғни проекттің тек арғы мақсаты сол. Яғни бұл қайда деп пайдалану мүмкін. Мысалы үшін, сізде учебный центр бар. Учебный центріңізде, учебный центрда істейсіз сондай проектте. Учебный центрда мысалы үшін лидлар деген нәрсе болады. Баста мысалы үшін таргеттен, рекламадан келіп түскен адамдар, одан кейін оларға қоңырау етілгендері, мысалы үшін неден қоңырау етілгендерін деп мына жаққа өткеріп қоясыз. Уже қоңырау етіліп болды ма, офисқа шақырды ма, офисқа келгендерін мына жаққа тастап қоясыз мысалы үшін. Сондай әрқайын істеп қоюыңыз мүмкін. Һәм бұл жерде drag and dropта, яғни проектімізде таза модуль жаратуға болады. Мысалы үшін last module деймін. Жаратамын, неге бұл пустой болып тұрады, и оның ішіне арқайын мен мына адамдарды әкеліп қоюым мүмкін, ямаса өзім қолдан адам жаратып қоюым мүмкін. Мысалы үшін new user дейтін болсам, маған new user келіп түседі. Һәм бұл юзерді қайттан мына жаққа өткеріп, қарасам өшіріп тастауым мүмкін. Һәм мен модульдарды өшіріп тастауым мүмкін, құласы проект зор. Проектті біздер Vanilla JavaScript істедік. Һәм Tailwind CSS-тен пайдаландық стайлинг үшін. Drag and drop eventтерін осы проектте арқайын үйреніп алуыңыз мүмкін. Онда әстен проектімізді баслай береміз. Так, онда келін проектімізді баслаймыз. Drag and drop деп папка ашып алдым рабочий столдан. И бізде Vanilla JS болғаннан кейін біздегі бірінші болып өзіміздің index.html файлы керек. Баслаңғыш структураны әкеліп аламын. Бұл жерде мета теглер, title, әмесі бұлармен таныссыз. Егер де алдын JavaScript-те көп проект істемеген болсаңыз, өткен видеода сіздермен кішкентай бір видео проект істедік. Сол неде рекомендациядан шығады. Мынақта или мынақта. Соны алдын көріп алсаңыз, мынау сәл аңсатылау болады. Хоп, енді кейінгі файлымыз бізде JS папкасын ашамын. Оның ішінде app.js келін. Қойым мына кішкентай. Болды. App.js тұра берсін. Енді біз стайлинг үшін Tailwind CSS-тен пайдаланамыз. Бәбірам. Көп уақытымызды тежеп береді Tailwind CSS-тен пайдалансақ. Одан кейін проектімізде және қосымша бір-екі кітапханалар бар. Соларды аз көрсетіп өтемін. Кейін проектті лайв серверді ашып аламыз. Браузерім Arc деген браузер. Пайдалансаң, шыдайым қолайлы браузер екен. Хоп, енді бірінші болып маған керек болады Tailwind CSS. Tailwind CSS-тен пайдаланып көрмеген болсаңыз, бізде өткен сабағымызда Tailwind-тің базовый дәрежеде практикамен көріп шықтық. Сол проектті істеп көрсеңіз болады. Хоп, get started. Бізде Vanilla JS болғаннан кейін CDN арқылы жалғап ала береміз. Просто бір қатар script деген алып тұрып, үш жерге тастасаңыз болды. Неге? Tailwind CSS CDN деп қоямын. Ол шарт емес, ол комментарий, негізін алып қарағанда. Так жазып қоя берсеңіз болады. Кейінгісіне Suite Alert деген кітапханадан пайдаланамыз. Яғни бұл көпшілігіңіз білетін шығарсыз не екен. Басқа уақытта апайы мынандай alert еместі, нормальный мынандай сұлу көріністегі алертлерді шығару үшін керек болатын нәрсе. Сайтқа кіріп алғаннан кейін installation бөлімінде script tag бар, бұл жерде CDN арқылы жалғай береміз. Осынан әкеп қоямыз. И бұл жерге Suite Alert CDN деп қоямын. CDN немесе link деп қойсаңыз болады. Бақ жоқ. Хоп, бұны әкеп алдық. Кейінгісі Tailwind. Сосын айконлар керек болуы мүмкін бізге, соның үшін box icons-тан пайдаланамыз. Box icons-ты біз іздейсіз. Бірінші болып шыққан сайт бар. boxicons.com деген. Осыны жалға болуымыз керек. Usage бөліміне өтеміз. Сәл төменірекке түссек, Usage as a font деген бөлім бар. Сөйле link деген бір қатар кодты алып тұрып, бұл жерге әкеп тастаймыз. Көрген комментарий жазып қоямын. Box icons link.
Так, енді келіп, неге h1 hello world дейміз. Бізде істеп тұрып па өзіміздің tailwind'ларымыз. Бізде істеп тұрып, бәрі зор. Әжейіп. Енді келіп, өзіміздің JavaScript файлымыз ең төменге script деп тұрып жалға боламыз. JS-тің ішінде app.js болды. Енді бізде білесіз, Tailwind CSS-та медиа query'лермен аңсат істесуіміз үшін медиа сорауларындағы breakpoint-ларын өзіміз қолдан беріп қойғанымыз мақұл. Яғни breakpoint деген бұл білесіз, медиа query 320-дан жоғары, 420-дан жоғары дегендей нелер, breakpoint-лар. Соларды script деп тұрып, неге конфигурация қылып аламын. tailwind.config them screenlarms. XS-та, мысалы үшін, 0 пиксель болсын деймін. Давайте XS-та. SM уже 420 пиксельдің жоғарысы болсын. MD 768 пиксельдің жоғарысы. LG уже 1024-тің жоғарысы. Яғни Tailwind-ті білетін болсаңыз, Tailwind-та текарынан төмен дәрежеден жоғары дәрежеге қарай өлшенеді. Яғни мысалы үшін мен егерде XS background color red дейтін болсам, 0 пиксельден бастап шексізлікке шекем. Қашан алдына breakpoint қояман дегенше, сол background color red болады. Егер XS background color red деп болғаннан кейін, қасына SM background color blue дейтін болсам, ол XS-тағы значение SM-ға шекем істейді. Яғни background color red 420 пиксельге шекем background color red болып тұрады. Уже 420-да бізде breakpoint-ға бөлдік қой, background color blue деп. 420-дан кейін background color blue болып тұрады. Яғни бұны азғандай есімізге салып алдық. Яғни бұлар енді түсінікті. Хоп, енді не аламыз? Енді уже бастаймыз. Біздер бұяққа қарайтын болсақ, әмесі нормальный. Хоп. Бірінші болып келін өзіміздің үлкен бір div болсын, немесе section болсын. Section. Яғни бұл жерде әмін нәрсе салғам тұрады. Бұған класс беремін. Width is full. H screen. Height screen. BG. Енді background-қа келін сурет әкеп қоямыз. Nature wallpaper деймін. Яғни қандайда табиғаттың суретлері. Хош. Тым көп нәрсе бола берген мақұл емес. Сәл базовый болып тұрған мақұл. Мынау меніңше нормально. Так маған сарғышлау цвет болатын болса, солар ұнайды. Келім, wallpaper, for draw деп бағана іздеп көрім. For work деген оқты әмдеке. Соны аламыз. Copyright, URL картинг өтсеңіз, URL картинг copyright болады. Егерде, нерге image деп тұрып, нерге скачет етіп әкеп қойсаңыздан болады. Олам жақсы вариант. Так мен мына жолынан пайдам көте беремін. Бақ жоқ. Неке сурет кеп түсті. Енді суреттің размерлерін тоғылап алу үшін класс name'нің өзіне bg cover bg no repeat. Яғни background size cover, background repeat, no repeat болды. Әжейіп, зор. Енді section бар. Sectionның ішінен біз деген зат керек. Бірінші болып, келін бір h1 болсын. h1 learning management system lead board. Lead board деген, lead деген нәрсе бар. Яғни, мысалы үшін, сіздің учебный центріңіз болатын болса, учебный центріңізға бірінші болып не қылады? Таргет жағады, яғни реклама береді. Рекламадан 1000 адам кеп түсуі мүмкін, Вот, бірінші уже мынандай бірінші доскаға 1000 адам жазылады. Енді екінші доска бар, ол звонок етілгенлері. 1000 адамның
мысалы үшін 500-ден звонок кетіп болынған болуы мүмкін, иә. Екіншісі уже бірінші бөлімнен екінші бөлімге деп drag and drop қылып лақтырып қою керек болады. Бүгінгі темамыздан сол бағана түсіндіріп өттім. Сөйтіп сол тәрізді кете береді, яғни одан кейін офисқа шақырылған болады, одан кейін курсқа жазылған болады. Сондай қылып деп drag and drop қылып ансат қылып тасталына береді әммесі. Бұны жауап қоямын. Бұған класс беремін. XS-та width мысалы үшін 95% болсын. MD-да width 90% болсын. MX auto болады. Все. Жақсы. Енді MY бізде 12 болсын. То есть мынау section'да сұрып кеттік әз. Или жекем padding Y 12 болсын дейміз. Болады, нормально. Текстіміз white. XS-та text center. Уже жаңағы қайда кетті? SM-нан бастап MD-дан бастап, давайте MD-дан бастап текстіміз left болсын. Уже текст мысалы үшін 2 XL-да қойсағым болады. Яғни кішірейтіп көремін. Вот, ортаға кеп түсті. Нормально, зор, четкий. Енді давам етеміз. Бұл хейдер бітті. Хейдингді қоямын, просто хейдинг, кішкентай бір хейдинг болып тұрсын. Жауап қойсам бір сөз жоғылды. Екіншісі уже главный wrapper керек болады. Wrapperдің ішінде зат болады, просто доскалар болады. Берді div болады. Класс беремін. Енді бұның ішінде 2 элемент болады. 2 элементтің біреуі уже модулдар бар ғой жаңағы. Модул. Бірінші модул мысалы үшін рекламадан кеп түскен адамдар. Екінші модул звонок келген адамдар. Үшінші модул мысалы үшін зат болуы мүмкін. Офисқа келген адамдар болуы мүмкін. Сол нелерді модулдарға бөлеміз. Енді бұл жерде келін width'ымыз 90% болсын. Қашан 90% болады? XS-та 90. Бұл малып қарағанда 90%-тің өзі меніңше әмесіне әм жетеді. Давайте width 90 бола берсін. MX auto болсын. Окей, нормально. Енді P 4 болып тұрсын. Rounded MD. Background беру керек емес бұған. Негізсің өзі модуллардың бэкграундтары болады. Бағынан көрген болсаңыз. Backdrop фильтр береміз бе? Давайте яқшы пока что тұрсын. BG white болып тұрсын. Не үшін BG white қалдым? Себебі жаңағыдай не болу үшін. Біліп тұру үшін. Бұл пока что қазір атыстаймыз. Енді height болады. Мысалы үшін келін 70 VH болсын. Нормально. Соның өзі болады бізге. Енді кейінгісі overflow Y auto болады. Бұны кейінгілерінен береміз, сондай тұра берсін бұл берді. Енді оның ішінден зат болады. Бердегі paddingді аптысынан болады. Ол керек емес. Display flex бердік пе? Display flex береміз керек. Gap 4 береміз. Енді бұның ішінде бірінші болып modules container болады. Div беремін. Бұған бірінші ID берім керек. JavaScript реттен get select қолымыз үшін. Modules container. Класс беремін. Width'ымыз обязательно 320 пиксель. Минимум width'ымыз 320 пиксель. Қойды. Бұл зат өзіміздің контейнер. Бұл ішінде айтымлары 320 пиксель болады. Бұл уже максимальный width'та болу керек. Минимум width'ымыз 320 пиксель болып тұрсын. Хотя бұлам шақты емес негізі қарағанда. Хоп. Modules контейнер кеп түсті. Modules контейнерге дымондай көп стиль керек емес. Қандай стиль керек?
flex болу керек, яғни элементтер, контейнерлер бір-бірінің қасына келіп тұру керек. Gap болу керек, мысалы үшін 4 болсын яқшы. И біздер мына жерде overflow x y auto дедік, и overflow x sum auto болу керек. Соның үшін мұндай тұра берсін. Мынаған height'ымыз full дейміз. Overflow y бердем auto болады. И все. Берге модуллар кеп түседі. Келін бір модул жаратып көрейік. Қазір бердем мынандай тұрды, мысалы үшін. Недегі background white атысаймын. Енді модулс контейнерда background болмайды да, модуллардың өзлерінде background болады. Div болсын. Класс беремін. Width'ымыз 320 пиксель. Minimum width'ымыз 320 пиксель. Maximum width'ымыз 320 пиксель болсын. Border болсын, и border'ımыз gray 300 болып көрсін. Мынандай нәрсе кеп түсті. Rounded MD деймін. P, сосын 2 болсын. Енді бұған background беруіміз керек. BG gray 300 беремін. Мысалы үшін BG opacity 30, яғни background opacity 0.3 болып тұрады. Енді бұл нәрсені не қылмыз мүмкін? Хоп, backdrop filter болады. Яғни бұл фильтр деген нәрсе. Backdrop blur, мысалы үшін MD дейміз. Неке. Асылында blur болды. Енді бұл нәрсені SM деп турлап ала беруіміз мүмкін өзімізге масластырып. Маған бір border онша ұнамай тұрды. Кейін сол border турлаймыз. Border gray 300 емес, мысалы үшін RGBA 255 0.2 болып көрсін. Енді нормальный. Сәл профессионализм болды. Енді мысал үшін біздерде оның төбе бетінде модул header болады. Header деймін. Header'ның ішінде зат болады. Header'ның ішінде сол модулдың аты. Яғни бағана айттым, мысал үшін звонок етілгендер, офисқа келгендер. Мысалы H2, мысал үшін first модулды қойман. Енді бізде ол бизнес логикаға араластыру ниетім жоқ сілерді. Енді мына бетінде уже div болады. Div болсында, мысал үшін класс болады, flex, items, center, gap 2, мысал үшін. И бұның ішінде I класс болады. Бағана біздер box icon деген нәрсені келдік қой, неде? Есіңізде болса, жерден неке. Ұстаттан пайдаланамыз. BX, яғни BX дегені box icon дегені. BX и BX, мысал үшін trash circle. Trash out. Вот, неге мұсыраш кеп түсті. Яғни осы модулды өшіру деген нәрсе бұл. Енді header'ға мен класс беремін. Width'ымыз full болсын. BG мысалы үшін orange 500 болсын. Rounded MD болсын. P2 болсын, и обязательно display flex болу керек. Justify between, яғни әрқайсысы элементтер екі тарапке лақтырып жіберу үшін. Айтымыз center. И все, мынандай нәрсе келіп түсті. Маған цветі онша ұнамады. Келін PX3, PY2 беріп көрсем, и background color'ын orange емес, мысалы үшін indigo десем. Қалай болады? Меніңше нормальный. И мысалы үшін ішіне текстіміз обязательно бізде white болады. Бердем white, бердем white. Ажайып. Хоп, енді оның астында юзерлар кеп түседі ғой, адамдар. Адамдар кеп түсу үшін header'ның астынан уже бір divider керек болады. Яғни div деймін. Сызықта бұл просто.
width'imiz full, height'imiz 1 pixel, bg misal үшін gray 400 болсын да, bg opacity, яғни background'ның прозрачностьты 30 болсын. Һәм my жоғары мен төменге 2 деп қоямын. bg opacity бізде істемей қалды ма? bg opacity, bg gray 400. Xo'sh, qiziq. Давайте мынандай қылып RGBA 000 0.3 misol uchun, не үшін бұл альфа істемей жатыр? Хоп, my height 1 пиксель, width full. Қызық. my 0.3. Хоп, тең. Қайта алып көреміз. Gray 500 болсын деп жатырмын. Gray 500 болды. my бердім. Һәм bg opacity. Біз opacity'ді қате жазған екенбіз. 30. Енді нормальный. 20 десем, бізде ешкім көп келемейді. Болды. Яғни адамлар менен хейдерді бөліп тұру үшін. Енді мысал үшін қара. Мен модул дедім, мынау бір модул өзіміздің. Қазір бұл жерде өзінің ID-лері болады. ID-сі мысал үшін модул 1, модул 2 деп, бұл JavaScript-те соны итерация қылып жатқан уақытында істеп кетеміз нәрсені. Модул 1 болып тұра берсін пока что. Зор, әжайып. Divider кеп түсті, енді оның астынан Z кеп түседі. Users container кеп түседі. Яғни бұл жерде modules container, модулдар, мынандай модулдар бізде көп болады. Кейін осы нәрсені копировать етіп алып тастап көрейік. Яғни бір модул, 2 модул. Енді қараймыз, уже бізде мынандай модулдар кеп түсті. Мысал үшін енді осы нәрсені біздер фараз қылайлы көп. Мынандай зат, то есть четкий болып тұрады. Стиль тарапы лишний өзіме ұнады. Сізге ұнайды деп ойлаймын. Әжайып. Енді алуымыз мүмкін. Орнына қайтарып қоймын. Маған ондай көп модулдар керек емес. Оны ондай қалесе, соң өзінің несі арқылы істеп аламыз. Қараң, енді modules container бар. Енді біздер module add form'да істеуіміз керек. Яғни, мына жерде бір input пенен бір button болады. Сол inputқа мысал үшін қандайдыр мағлұмат кіріп тұрып, жаңағыдай Enter'ді басатын болсақ, кнопканы басатын болсақ, тағы таза модул кеп түсу керек болады. Сол input'тағы ат пенен теңдей. Хоп, modules container. Нердегі зат класс маған керек болады. Яғни әрбір модулдың несі background'ы. Div деймін. Класс беремін. Жаңағы класста кеп қоямын. Қараймыз, бұл жерден осындай нәрсе кеп түсті, бірақ ол барлы бұл modules контейнердің сыртында болады ол. Яғни әмесі бір wrapperдің ішінде. Бағана айттым ғой, екі нәрсе болады деп. Біріншісі модулдар кеп түсетін жер, екіншісі сол модулды жарату үшін керек болатын form. Зор. Енді сыртында wrapperге мен flex беріп пен if flex items start беріп қойым керек. Яғни ол мына төбеден түсіп тұру керек. Төбеден түсіп тұрған өзіміздің формымызға input береміз. Form болады бірінші. Action керек емес. Input type'ымыз text, placeholder'ға module name просто. Form'ның өзіне ID беремін. Қандай ID болады ол? Module form болады. Input қаям ID беремін. ID-лер не үшін беріп отқан білетін шығарсыз. Бұлар өзіміздің JavaScript type'тен select қылып алу үшін. Module input болады. Мұның астында button болады, бұл жерге create деген зат тұрсын. Create. Бұл жерге өзіміздің inputқа не аламыз? Require береміз. Зор, әжайып. Қараймыз, ондай нәрсе кеп түсті. Енді мен бұл жерде flex беріп қойыпты. Ал жазып басам,
Келin формның өзіне класс беремін. Flex column. Inputқа класс беремін. Width'imiz full px3, яғни padding шеппен 10-ға 3, padding y 2 деймін. Мысалы үшін да енді rounded md. Болады сол. Енді buttonға класс беремін. Width'imiz full болсын. bg indigo 500, текстіміз white болады. Margin topқа 2 деймін. Rounded md. Padding y оқу бойынша бізде 2 болсын деймін. Мен үшін нормально. Мұндай бір түрлі емес деп ойлаймын. Background colorға green берсем, меніңше бір түрлі қуады екен. Жақсы, қайтып алам. Indigo болып тұрайсын. Padding y 2 беріп, 1 беріп, ағынан 1 берсем де болады. Кішкентай болады екен, сөйтіп қалсын екен. Сөйтіп қалса ең болады. Енді buttonға азғантай нормально тұру үшін hover болған уақытында bg indigo 600 болады. Active болған уақытында opacity 70 болсын. Яғни кеп апарған уақытта андай болады, басқан уақытта андай болады. Меніңше болам, түсінікті. Енді аламыз. Енді бәрі зор, ажайып. Осы верстка тарапын бітіріп аламыз, содан кейін барып JavaScript-ке өтеміз. Енді мынаның ішіне кіремін, modules контейнерге. Бір модул бар бізде. Мына жерде бір нәрсені ұмыттық. Trash'тың қасына, яғни мына жерде мусорашьтың қасына плюс circle деген нәрсені қосып қоймыз керек. Яғни мынау. Бұл не үшін керек? Келін екеуіне бір нерге курсор pointer деймін. Нергем курсор pointer деп қоямын. Яғни өшкімен апарған уақытында андай істену үшін. Яғни мынан басқан уақытта өшіп кетеді, мынан басқан уақытында осы модулға таза адам қосылатын форм шығады. Қаяқтан шығатынын аз ойлап көреміз. Мына шеттен шығады үлкен ынтымақтықпен. Ол проблема нәрсе емес, құдай қаласа. Оны осы жерге ұстап қоямыз. Енді қараң, users контейнер дедік, өте есеп жоқ, соған div деймін. ID беремін, users container. Енді класс беріп отыруым менің шешет емес. Соның ішіне юзерлар кеп түсе береді. User деймін. Бір юзерда бұл div болады. Класс беремін p2 rounded md flex justify between items center. Все. Мұнда қиналастырар емес. Бұның ішінде мысалы үшін класс arrowbyte болсын. Қасында зат болады. I болсын. I дегенде icon. Классымыз bx trash alt деймін. Қарайым, сондай нәрсе кеп түсті. Нормальный. Енді бұған bg white дейміз. Cursor pointer. Hover болған уақытында, мысалы үшін bg flat 50 болсын деймін. Все. px-ға меніңше 3 берсем болады. Көбірек бақпыргені яқшы. Хоп, бір нәрсе жетіспей жатқандай тұрды маған. Мына бір юзердің мағлұматлары. Мына класс беріп тұр, текстіміз slate 700 болады деп айтсам, бір мағлұматты айтама. Yaxşı, сөйтіп тұрсын. Мысалы үшін, осы юзердің ішіне кірген уақытында басқа сол юзердің мағлұматлары шығатын қойып қоюға болады. Соның өзін давам етіп кете аласыз. Соның үшін нерге text blue 500 деп қоямын. Яғни hover болған уақытында андай зат келіп түседі. Ішіңе кірі деген дейді. Енді нерге i-ға берген курсор pointer общий берілген, соның үшін бұған беріп отырмаймын. Hover болған уақытында текстіміз
hover болмай-ақ, мысалы үшін текст red 500 десем не болады? Болады, иә? Чет келіп тұрады. Адамдарды удалить ету үшін керек бұл нәрсе. Енді user қараң, бір user мынау болды. Енді мен алып тұрып, тағы бір user тастайтын болсам не болады? Олар жабысып қалады. Соның үшін мен әрбір userден кейін margin ботым 2 беріп кетуім керек болады. Енді мысалы үшін userларды копиировать ететін болсам, менде userлар мощный болып келіп түсе береді. Ажайып. Енді яғни түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Видеоны ізге қайтарып, не болып жатыр, өзі тоқтатып қойып, бір түсініп алың. Аз верстка салып тастап қана. Онда қиын зат болып жатқан жоқ. Енді аламыз. Енді уже не тарапқа өтуіміз керек? Функционал тарапқа. Функционал тарапы қандай болады? Қараң. Біздер жаңа қолдан жараттық, әмі нәрсені. Қолдан, яғни HTML тараптан әмесін қосып шықтық. Модул 1, модул 2 деп ниеттен қосып шықсам болады неге. Сол нәрсені енді біздер JavaScript тараптан істеуіміз керек. Яғни мына модулды ұстырсына мына модулс контейнерға inner HTML қылмыз керек болады. Сақайт етемен болды. App.js-ке барамында енді қараң. Біздер тикарнан не үшін бұл нәрсемен істесеміз? Не үшін бізге бұл проект істеу керек? Ертең сіздер реальный проект істейсіз, құдай қаласа, үлкен проектлерде. Сол кезде алдыңыздан сондай нәрсе шығады, сондай drag and drop қылатын функционал істеу керек. Һәм drag and drop'тан шыққан результат, мысалы үшін мен соған кетілген адамды, мына лидлер тарапынан, соған кетілген тараппен деп лақтырып қойым керек болады да. И ол сол дата бэкэндке ham кету керек болады. Егер мен қазір просто HTML менен деп append child қылып деп көрсетіп жіберетін болсам, өйтсем болады, уақыт аз кетеді. Бірақ реальный проектлерде бәрібір өзіңізге қиын болып қалады. Соның үшін не аламыз? Дата түземіз. Дата дегенде let modules, яғни біздер мына модулларды ham жаратылатын қылып атса, жаратылатын һәм өшірілетін динамический. Соның үшін ID беремін, array беремін. Arrayның ішінде объекттердің текер тапқан болады. Әрбір объектіміз бір модулға тең. Біздер модулды өшіру, мысалы үшін модулды select қылып алу, немесе сол модулға текарланған юзерларды жаратуымыз үшін не қылуымыз керек? Оған ID беруіміз керек. ID бізде уникальный болады. Бір ID ешқашан тәкрарланбайды, оны білесіз. Модулның аты болады. Мысалы үшін first module. И болды. Артықша нәрселер керек емес. Құр өзімізге уақытымыз алынады. 3, 4. Мысалы үшін second module, third module, last module осынеке. 4 модул бар. Енді сол модулларды бізде не қылуымыз керек? Мына модулға текарланған алды, тек қана зат өзгереді, аттылары өзгерген алды. Modules контейнерге inner HTML қылып шығуымыз керек болады. Оның үшін келің бірінші болып жоғарыдан константа modules container element деп аламыз. Document.query селектордан ID арқылы modules контейнерді аламыз. Енді бізге function керек болады, функция. Render modules деймін, яғни модулларды рендер қылу. Қараң, ешқашан функцияны жаратқан уақытта именно функция бір ғана сырттағы нәрсеге текарланып қалмас. Яғни мен мысалы үшін мынаны ашып тұрып, мына модулсты, сырттағы модулсты map қылсын дейтін болсам, ол тек қана сол модулсқа текарланған функция болып қалады. Егер де мен оны параметрден алатын болсам, мен параметріне любой array'ды бере беруім мүмкін, қашан өзінің дата класслары тура келетін болса. Сол үшін жерге modules array деп қоямын. Modules array. Басқа ат ойлап тапсаңыз болады. Атак маған болады. Маған болады болғанда проектке болады, әзір проектімізге. Тең деймен полномочия array болып тұрады. Енді мен modules container элементтің ішін inner HTML деп тұрып тазалап алуым керек бірінші болып. Не үшін? Мысалы үшін менде бір модул бар, мен таза модул қосатын болсам, һәм мынаны қайтадан шақыратын болсам, бұл алдыңғысымен қостырып, екі модулды мынаның ізіне тіркеп қояды. Сонымен мынау өшпей қалады. Соның үшін мен осы нәрсені өшіріп тастауым керек. Һәм содан кейін барып өзіміздің modules array'ді map қыламын, һәм ол бізге item қайтарып береді. Енді қараң, modules container элементқа inner HTML плюс тең қыламын. Не үшін плюс тең? Алдыңғысына қосып кету үшін. Егер мен тең қылатын болсам, мысалы үшін менде array'да 3 элемент бар деп ойлайық. Біріншісін қосады, біріншісіне тең болды.
екіншісіне тең болды ма, уже біріншісі өшіп кетті. Үшіншісіне тең қылды ма, уже екіншісі өшіп кетті. Сонымен тек қана үшіншісі шығады бізде. Ал плюс тең қылатын болсам, біріншісі шығады, біріншісінің қасына екіншісі шығады, яғни құласа қосып кете береді. Оны білесіз меніңше. Хоп, плюс қыламан. Һәм бұл жердегі модул 1-ді алып тұрып, не? Кесіп алдым. Модул ұстап қоямын бұл жерге. Модулдар осы жерге қарайтын болсам, модулдар өшті, енді соны алып тұрып, неге тастаймын модулды. Бір штук модул мынау. Осы HTML тарапын жазатқан уақытында абайлам. Бір штук модул. Енді әр модулсты әр қайсына кіріп шыққан уақытта мына map'ымыз бір объект келіп түседі. Объекттің ішінде ID һәм name бар. Бізде енді мына header'ның ішінде h2-ге атын жазып қойыппыз ғой модулдың. Осы itemның, current itemның, қазіргі itemның name'ін жазып қоймын. И все. Бұл юзерларды кейін әзір көрсетемін қайтып істеу керек екен. Енді render moduls'ты мен төменге шақырып қоямын. Ішінен зат беріп қойым керек. Өзімнің moduls'ты беріп қойым керек болады. Қарайтын болсақ. Яғни first module, second module, third module, last module. Яғни мынақпетте модулдар. Егер мен бұлардан біреуін өшіретін болсам, олар өшіп кетеді. Екі өтіп тұрсын. Зор, әжайып. Бірінші функционалдықты істеп алдық. Зор. Енді не қыламыз? Енді өзіміздің юзер тарапын кейін істейміз. Яғни пока что модул тарапын полный болып алуымыз керек. Келгенде модул қосатын жерді істейік. Модул қосу жүдәя мақсат. Бізде просто таза объект ойлап істеп шығамыз. Мына инпутқа кіртілген ат арқылы. Ат name деген propertyға ID-ді бізде уникальный қыламыз. Сондай қылып бір объект жаратамыз да, мынаның модулсқа push қылып қоямыз да, мынаны қайттан шақырып жібереміз, болды. Не үшін қайттан шақырамыз? Қараң. Әр сапар модулс өзгерген уақытында біз render модулсты қайттан шақыруымыз керек. HTML listing қылмайды, яғни JavaScript ретте так модулс деген нәрсе өзгерген екен, мен ұятты экранға шығарайын деп айтпайды да ол. Біздер өзіміз HTML-ға айтып отырмыз керек болады. Так, мына жер өзгерді, мына жерге бір зат өшіп кетті, мына жерге бір зат қосылды деп әр қайсысын айтып отырмыз керек. Соның үшін render модулсты қайттан шақырамыз, һәм ол тазаланған array'ды қайттан экранға map қылып береді. Ал göне array'ды, göне мағлұматларды өшіп тастайды. Енді function деймін, add new module. Немесе add module. New екен ясно ғой. Қараң, енді біздер білеміз, form submit болған уақытында ол бізге event келеді. Һәм білеміз, мысал үшін мен form submit қылатын болсам, жазып тұрып неке. Сайт обновление болады. Біздің браузерде көрінбей жатыр, бірақ сайт обновление болады. Неке өшіп кетіп жатыр. Көрдік па? Сол обновлениені алып тастауымыз керек event-тан. Event.prevent default. Xo'sh. Енді keyin console.log form submitted деймін. Енді бізде form бар, е? Formға module form деп ID бір қойып. Сол ID-сі арқалы нешеден константа module form element деп аламын. Query selector. Module form elementқа ең төменге түстіріп add event listener. Қашан өзіміздің module form element submit болатын болса, мағлұматлар кіртіліп тұрып, enterді немесе сол жердегі баттон басылатын болса, add module функцияны шақыр деп айтамын. Мен өзім шақырмаймын, оны submit болған уақытында өзі шақырады. Неге мен мынаны деп шақырып қоятын болсам, ол сайтқа кірген уақытында сразу істеп кетеді. Соның үшін бұл шақырылмау керек берді. Енді қараймын, консольда ашамын. Так, менде мынандай ошибка. Не үшін мындай болды? Себебі біздер overflow x auto деген нәрсені қате жерге беріп қойдық. Так, атак нормально тұрды не еді? Overflow x мысалы үшін жетпесек болады бұған.
Ешан деп тұрсын. Все, анекей. Сонда нормальный болып тұрады. Енді аламыз. Енді мысалы үшін кеп тұрып, консолға кіремін. Экран көрініп тұрып ойлаймын. Күтер кетейін. Неге кеп тұрып, мысалы үшін new module деп тұрып, create басатын болсам, неге form submitted кеп түседі. Һәм бұл жерде сайтым обновление болып кеткен жоқ. Зор, ажайып. Енді бізде form element бар. Бізге module input element керек. Яғни мына өзіміздің мына input керек. Мына жерде input. Document.query selector. Ол қайерде? Ол HTML-ымызда formның ішіндегі мінекей form inputта тұрыпты. Module input деген ID арқылы оны ала аламыз. Һәм біз элементті алдық. Біз енді мынерге константа new module деп объект жаратуымыз мүмкін, мына жерге қосып қою үшін. ID беремін. Маған уникальный ID керек. Уникальный деген қайта тәкрарланбас деген. Date-тың ішінде now деген нәрсе бар. Ол не қылады? Ол 1970 жылдан бері миллисекундтар саналып келатырды. Міне қараймыз. Міне. Январдың 1-і 1970 жылдан бері саналып кеткен миллисекундтар. Білеміз, бізде уақыт өзге қайтпайды. Миллисекунд қосылған сайын қосылып кете береді. 1 миллисекунд сайын. Һәм ол уникальный бізге number кеп шығады сонда. Name болса зат болады. Name өзіміздің module input elemenттің value'сы болады. Һәм кейін консолға шығарып көрейік. Өзіміздің new module-ды. Қараймыз. New module деймін. Create басамын маған. Бұл миллисекундтар жаңа айтқан. Бұл input-тың value'сы. Зор, жеткей. Енді біздер modules'ты аламын. Push қыламын. Яғни асты бетіне қосылу керек. New module. Һәм уже array өзгергенмен бізде білеміз, экран өзгермейді. Сол үшін render modules'ты жерге беріп қойым керек. Ішіне modules'ты сап қоймын. Екен. Неге тұр? New module деймін. Басамын. Уже маған new module деген зат келіп түсті. Көрдіңіз бе? Четкий. Ақыл сұралбайып деген нәрсе ол render modules'ның ішінде солайынша static код болып тұрды. Неде user, бір user атсайтын болсам бұлам өшеді. Қазір атсаймыз, пока что тұрып тұрсын. Юзерларды экранға шығаратын функцияны істеймін деген тұрып тұрады пока что. Зор, ажайып, менде таза модул қосатын функциям іске түсті. Бірақ мына input-тың value'сын тазаланбай тұрды. Сол үшін мен не алуым керек? Module input element value-дан пайдаланғаннан кейін оны топ-тозақ қылып кетішім керек болады. Жазамын, create басамын, штатты соқтырды. Хоп. Қатты сөйлеп отырғаным жоқ, тез сөйлеп отырған жоқ деп ойлаймын. Түсініп деп ойлаймын. Сағат таңғы 4-тен 41 минут өткенде жаздықтан. Басқа уақытта ол қиын болады дейді ғой. Зор, істеніп жатырды. Істеп тұрды проектіміз. Енді не қыламыз? Енді келін ең аңсат жерлерінен тағы біздегі function delete module дейміз деп қояйық. Delete module өзі қиын нәрсе емес. ID қайсы модулды өшіруімізді білуіміз үшін біздегі ID керек. Оны қаяқтан аламын? Қара, менде Ninja деген нәрсе бар. Console Ninja. Ninja ма? Қайда оқылады? Бұл не алады? Бұл мен консолды көрместен ақ мына жерге консолға зат шығаратын жазып береді. Қазір тексереміз. Delete модулды аламын. Render modulesқа барамын. Неде өзіміздің trash бар ғой, мінекей, мусорящик. Мусорящик он клик болған уақытында біздер delete module деген функцияны шақырып тұрып ішіне интерполяция арқылы айтымның ID-сін беріп қоямын. Item ID деген сол modules array-ды map қылып уақытындағы әрбір айтым. Яғни мысалы үшін ұзын коридор. Енді for-ды түсіндіріп, map-ті түсіндіріп отырмаймын. Былай түсіндіріп кетейін. Map деген нәрсе ұзын коридор, коридорда комнаталар бар. Map әрбір комнатаға бірімдеп кіріп шығады. Түсінесіз ғой? Енді әр кіріп шыққан уақытында, мысалы үшін случайно біріншісіне delete басылды, мінекей. Бірінші ID-лі модул деп атыпты. Осы нәрсені біз өшіп тастаймыз қолдасыға.
Мен өшіріп тастамастан алдын мынандай нәрсе қыламын. Константа confirm деймін, тең. Confirm деген функция арқылы. Confirm болмасын бұл, is confirm болсын. Английский сөйлеп қант береді. Do you want delete this model? Да, мен дұрыс жаздым. Қараң, confirm деген нәрсені білесіз ғой, не екен? Мынаны басқан уақытында маған do you want delete this model деген зат шығады. Cancel'ды бассам no деген бола ма, okay'ды бассам yes деген бола ма. Соған қарап неге true или false қайтады. Егер де true қайтса, is confirm true болса, modulus бізде өзгеруші ғой. Өзгеруші modulus тең болады. Modulusты фильтр қылған уақытында, фильтр деген не екен білесіз ғой? Айтымның ID-сі егер тең болмау керек ID-ге. Яғни фильтр арқылы өзімнің delete қылуым керек болған ID-лі элементті өшіп тастаймын, һәм таза модул келіп түседі. Таза модулс келіп түседі. Һәм біз уже бағана айттым, модулс өзгерген уақытында әр сапар рендер қылуымыз керек модулсты. Не. Енді келеміз. Бірінші модулды өшіремін. Да, өшіп кетті. Өшіремін. Да, өшіп кетті. Кеп тұрып. First module деп қосып ала беремін. Хоп, зор, жақсы кетіп отырды. Енді не қыламыз? Енді біздер бағана ядыңызда болса, sweet alert деген нәрсені әкеп алдық, соттан пайдаланайық. Sual деймін. Sual дегені бұл sweet alert деген. Точка fire деймін. Sual точка fire. Оның ішінде объект, объекттің ішінде title module deleted successful icon емес status success. Delete болсаман, окей. Icon бая. Неке. Module deleted successful. Sweet alert'ың нәрсесі бұл. Енді вау дейтіндей зат емес, өткен проектте меніңше көрсеттім оны. Delete қыламыз. Окей. Окей. Енді не қыламыз? Енді user қосатылған жеріне келдік. Яғни мына кнопканы басқан уақытында user қосылу керек болады. Оны енді ондай қиынластыра бермеймін. Function add new user деймін. Енді берге қайсы модулға, мысал үшін қараң. Менде екі модул бар. Last модул, мысал үшін 1-2-тегі модул. Мен қайсы модулдың плюсын басқанлығымды неден айтып алып алуым керек? Модул ID. Һәм айтамын. Константа user name болады. Тең prompt'тан. Enter new user name. Бұны андай былайынша деп экранға шығатын қылып істеуге болатын еді. Бірақ біздер бар фокусымызды drag and dropқа қаратуымыз керек, соның үшін өйтіп отырман. Һәм username кіртеді, кірткеннен кейін уже бізге таза user келіп түседі. Енді user тарапын істеуіміз керек бізге. Қара. Мен жерге let users деймін, тең array болады. Array білеміз, әрбір userдің өзінің ID-сі болу керек. ID деймін, бір болсын, уникальный болады бұл. User name емесі full name деймін. Full name, сосын John Doe болады. Енді қараң, бұл user name қайсы модулда тұрды қазір? Бірінші модулда ма, төртінші модулда ма, жердегі модулдарға қарап. Егер менде бір һәм төртінші модул болатын болса, мен басқа модул жаза алмаймын оған. Именно сол екі модулға ғана жаратылады. Модул ID деймін. Модул ID, мысалы үшін бірде тұрған болсын. Тұрғайман. Тағы бір user болсын. Оның ID-си екі. Мысалы үшін class Aralbay. Модул ID ол
4-те тұрған болсын. Міне 4-тің ID бар ғой екен. Қараймыз. Или еш нәрсе өзгерген жоқ. Бізде осы add new user тұрып тұрсын. Мына юзерларды мына жердегі users контейнерға не қылуым керек? Сап шығуым керек. Мына верстка арқылы. Оны қайтып істеймін. Оны істеуім үшін users контейнерге не қылуым керек? Не деп білеміз, бағана айттым, модул 1, модул 2 деген нәрсе келіп түседі дедім, мына ID-сіне қарап тұрып. Модул деп тұрып, мына жерге интерполация қылып, item .id дейтін болсам, қараймын. Көреміз. Қара, модул 1 келіп түсті. Екіншісіне қарайтын болсам, модул 4 деген ID бар. Уже элементлерге динамический ID бердім мен. Енді сол ID-сі арқылы бізде тауып алып тұрып, мысалы үшін қарам. Неде 4 деген ID, модул 4. Мен модул 4 деген тауып алып тұрып, мына ықылас аралбаев дегенді қосып қоямын. Модул 1 деген тауып алып тұрып, мына Джон Дой деген қосып қоямын. Несін қарап тұрып айырып алып мен. Модул ID-сіне қарап айырып алып жатырмын. Түсініп қоям? Хоп. Нормально. Hem соның ішіндегі, бұны тауып алған айна аламын, соның ішіндегі users контейнерге өзіміздің таза юзерді сап қоямын. Таза юзер болсын, ішіндегі юзерлер болсын, құласырам сондай. Енді render модулы таусылды. Function деймін. Render users деймін. Олам сондай. Users array болады. Array болады бұлан. Бірінші өзіміздің не аламыз? Users array'ді map қыламын. Ол тек item қайтарып береді. Енді тексеремін сөзді не қылым керек? Константа current user'дің модул элементін тауым керек. Яғни current user, мысалы үшін бірінші юзерға кірдім map, һәм соның модул ID-сіне қарап тұрып, со юзер қайсы модулға кіру керек екендігінің HTML элементін тауып алу керек. Хоп, document, .query selector. Bu yerде енді бэктіктен пайдаланамын. Решетка, модул. Һәм бұл динамический білеміз. Бізде қайсы юзердің, яғни осы юзердің модул ID-сіне тең болған модулды тауып бер дейміз. Һәм бұны алып тұрып, осы log мынаны әкеп қоятын болсам, render users дегенің render модулыстың ішіне шақырып қоямын. Не үшін оның ішіне? Себебі уже модулдар рендер болған уақытында юзерлар рендер болып кету керек болады. Пока рендер болмайды, бұның ішіне users'ты беріп қоямын. Пока консолға шығатын болып қойдық. Қарайтын болсақ, екі элемент шықты. Біріншіден модул 1 шықты, екіншіден модул 4 шықты. Ол нердегі айтымның модул ID-сіне қарап тұрып, мынандай ID-лі элементті іздеп тауды. Түсіндік қой? Бұны енді консолға шығармаймыз да. Current модул элементқа inner HTML плюс тең қыламын. Нені? Өзіміздің юзердің несін? Элементін берген енді. Бұл users деген короче. Нерге юзерлар келіп түседі қазір. Мынаны алып нере қоямын. Мыналар сөзге барып түседі қазір. Мына жерге. Бірақ именно бұның ішіне түспеу керек. Соның ішіндегі, яғни бізде қазір мынаның ішіне алып тастайын деп отырмыз да. Осының ішіндегі users container деген ID-лі элементке түсу керек болады. Пробел қойып тұрып, мындай қылып айта аламын мен. Қарайтын болса, Қасаралбаев екеуі келіп түсті. Енді бұл жерге Қасаралбаев емес, не қылуым керек? Именно осы айтымның full name'індей болу керек деймін. Біріншісі Джон Дой, екіншісі Қасаралбаев. Яғни уже істеді бұл реальный. Четкий. Хоп, енді аламыз. Әмесор. Енді мына плюсті басқан уақытында
бізге таза адамның атын кірт деген нәрсе келіп түсу керек. Render users'ты ядыңызда болсын, render modules'тың ең астына мыналар map болғаннан кейін мына жерге шақырып қою керек. Хоп, add new user'ға барамын. Module ID сұраймын. Username сұраймын. Константтан new user data сұраймын. Estimate деген сұраймын. Объект. ID білеміз. Date.now арқылы тақарланбас ID істеп аламын. Full name сіндет болады. Өзіміздің username болады, промпттан кейін. Әм оның module ID-ға тең. Кейін енді таза юзерді консольға шақырып беремін. New user data. Вот, қараймыз. Неға өтемен. Консольға өтемен. Міне қараң. First module ғой. Бастан істемейді. Не үшін? Мен функцияны бермедім себебі. Функцияны render modules'ның ішінде map қуатқан уақытында неді бағана trashқа delete module бір кетуге. Енді өзіміздің плюсқа on click add new user'ды беремен. Әм оған itemның ID-сін беремен. Яғни әрбір модулдың ID-сі. Плюс басамын. Enter new username. Таза адамның атын кірт деп атыпты. Мысалы үшін Азамат деймін. Окей деймін. ID мынандай. Full name Азамат. Module ID 1. Не үшін? Себебі мен мұнан бастым. Егер мен екінші, яғни бұның ID-сі 4 қой. Кейінгі элементті басатын болса, плюсті. Бүгін мысалы үшін Джон Базарбаев деймін. Окей деймін. Қараймыз. Джон Базарбаев, Module ID бізде 4. Һәм уникальный ID енді меніңше түсінікті болды. Енді ұсы объектті алып тұрып, не қыламын? Қайқа қосамын? Өзімнің users деген arrayға қосып тұрып, render modules'ты шақырып қоямын. users.push new user data. Һәм render modules ішіне modules'ты беріп қоямын. Қараймыз. Плюс басамын. Салам деймін. Окей. Салам кеп түсті. Келемен. Плюс басамын. Салам. 2 деймін. 2 менері кеп түсті. Егер менері кеп тұрып, қалай деп тұрып, окей басатын болсам, неге мынау кеп түседі. Құласы әрқайсы өзінің module ID-сіне барып түсіп атыпты. Енді swal.fire тайтылға new user added successfully. Һәм айконымыз success болады. Келемем. 1-2, окей. New user added successfully. Енді қарам бізде по умолчанию менердегі render modules'тың ішіндегі по умолчанию юзерларды атсаймыз ба? Ол по умолчанию бұяқта емес айтпақшы. Менерде ол. Тұра берсін, атак нормально. Тест жарайында тұра берсін, кейін реальныйға шағылықты атсаймыз. Қосаман, бірге қосаман. Класс R5. Окей. Яғни, меніңше нормально. Delete басаман, окей, әмес delete өкедеді. Һәм берді nullға inner HTML болатсанда болады. Не үшін? Себебі қараң енді. Біздер delete module қылдық қой. Module delete болған уақытында, яғни мынандай ID-лі module delete болған уақытында, сондай ID-лі, сондай module ID-лі юзерлардан өшіп кету керек болады. Болмаса андай ошибка шығып қалады. Мысалы үшін мен де last module өшсадым. Мынаны өшсам керек болады. Түсіндік қой? Оны қайтып істейміз? Delete module деген функция кіремін. Users деймін. Тең болады. Users'ты фильтр қыламыз. Уже бердім item, бірақ itemның ID-сі емес, module ID-сі тең болмау керек өзіміздің ID-ге. Енді келемін. 1-2 деймін, басамын. Бұған таза адам қосамын. Уже өшірсем, ашып шықпайды. Не үшін? Себебі уже ішіндегі адамлар өшіп кетті. Хоп, түсінікті отыр деп ойлаймын. Жақсы проект болатырды портфолио үшінен. Енді drag and drop тәріпке өтсегем болады. Кейін user'ды delete қылып алайық. Бірінші user delete деген функцияны істеп алайық. Function delete user. User ID керек берге. User ID
users тең users.filter item itemның ID-сі тең болмау керек өзіміздің user ID-ге. Енді бұл жерде жаңағыдай confirm қойып қойсақ болады. Мынандай is confirm. Do you want to delete this user деймін. Егерде if is confirm болатын болса users тең user filter қойып қоямын. Яғни өшіріп тастаймын. Һәм білеміз бізде array өзгергеннен кейін уже render modulus қылуымыз керек, ішіне modulus сақтауымыз керек. Юзерларды қайтадан render қылу шарт емес, шақырып отыру шарт емес, өзі шақырып кетеді мына жерде. Соның үшін бұны render modulustың ішіне жазып қойдық. Һәм delete болған уақытында уже не қылуымыз керек? Suite alert fire тайтылға user deleted successfully дейміз. Iconымыз success дейміз. И все. Қараймыз, басамыз. Енді бұл on click ке бермеді қойды eventке. Render usersқа барамын. Неде delete деген trash деген кнопка бар ғой. On click болған уақытта delete user деген зат шақырасаң и ішінен зат бересең itemның ID-сін беріп қоясың. Басамын. Окей. User өшіп кетті. Басамын. Окей. User өшіп кетті. Зор, ажайып. Енді қара. Юзерлар өшіп кеткеннен кейін не қылуым керек? Нерге users not found деп қойым керек. Шарт емес, енді сондай қойғанбыз мақұл. Егерде деймін users array.length жоқ болатын болса current user module elementке inner HTML қыламын. Ячейка users not exist короче. Класс беремін. Text center text slate shoes delete. Окей. Ешнәрсе істемеді? Да, не үшін? Не пустой болып қалды. Біз емнерге else деуіміз керек. Delete. Окей. Хоп, сондаймыз істемеді. Не үшін? Inner HTML. Біз user'ды хоп, language жоқ болса тең болса нөл керек көрейік. Так, бағы жоқ ондай. Хош. Тең болса нөлге. Так, уақыт уже менің миым істемей басталды. Хоп, бұны сәл кейінірекке сүріп тұрамыз. Топ тұрсын бұл. Енді уже сәл серьезныйлау нәрселерді істеп бастауымыз керек. Қалған нәрселерді істеп болдық. Яғни уже мен Ықылас Аралбаевты кейінгі модулға фақат drag and drop қылып өткеп қойым керек болады. Қарам, мен user деген элементім бар, е? Сол элементке алып тұрып, мына жаққа тастауым үшін draggable деген нәрсені true қылып қойым керек. Яғни drag қылуға рұқсат беру. Енді мысалы үшін деп алып тұрып, не көретін болсақ, менде draggable рұқсат берілді. Бұл HTML-ның өзінің атрибуты JavaScript-ке текарланған. JavaScript-терге сондай басқарылады ғой. Енді оның бізде элементтері бар. Бұл рақында алдында сәлмен меніңше сөйлеспедік.
именно event айтымның өзінде on drag start мысалы үшін console.log drag start и on drag end деген жерлері бар, eventlері бар деген жерлері бар. console.log on емес drag end деймін. консолға өтемін. Қараң. Басып тұрып тартамын. On drag started болды. Жіберетін болсам end болады неге. Көрдіңіз бе? Вот. Осы нәрсені işlәшімізге керек. Енді қараң. Неге екі функция түземін? Function on drag ямаса drag started деймін. Ол бізге зат қайтарып береді. Ол бізге сол айтымның ID-сін қайтарып береді. ID болады, короче. Неде? Зат ID ол. User ID. Ham console.log user ID деймін. Неге? User ID деп қоямын. Ham function'да drag ended болса, уже сәл пока что бұл зат шарт емес, просто console.log drag ended деп қоя аламын. Ham неге өтемен. Drag start болған уақытында не аламын? Drag started деген функцияға айтымның ID-сін беріп қойман. Ham кейінгісінде уже drag ended деген функция бар ғой. Соған айтымның ID-сін беріп қой берейін. Неке, екі функцияны екі eventқа беріп қойдым. Енді John Doe'ды алып тұрып, не старт қылатын болсам, неке? User ID 1. Қалсырабайтты старт қылатын болсам, user ID 2. Енді біз қайсы user'ды drag қылатқанымызды біліп алдық. Енді не қылмыз керек? Енді кейінгісі уже, мысалы үшін мен John Doe деп тартқан уақытында, орында менде John Doe қап қойып атырды ғой. Соны уже прям деп бізде көтеріп ағандай қылып қойымыз керек. Оның бір жолы бар, біздер соны көтеріп алған уақытта тұрған жерінен алып тастау. Хидden қылып тастау, дисплейін оң қылып тастау. Енді қараң. Мен оны қалай тауып алуым мүмкін? Кел мынандай болсын, мен мына жерге let мысалы үшін drag started element деймін. Тең пока что null болып тұрады. Ham drag start болған уақытында drag started elementқа user ID беріп қоямын. Drag started element емес, drag started user ID болады неке. Ham мына user'да мынандай жері бар. Классқа барамын. Егер де деймін drag started user ID тең болатын болса, өзіміздің item.id-ге ternary оператор арқылы display hidden болады деймін. Else болса не ал деймін? Пустой болады деймін. Осы жолынан көреміз, егер болмаса, кейін басқа екінші жолынан көрсетемін. Болмаса емес, болады, бірақ екінші жолынан сізге көрсетіп өтемін қазір. Хоп, қараң. Drag started болды, һәм біздер мынаны беріп қойдық. Һәм мына нәрсе істеу үшін, яғни мынайдегі render user істеу үшін, то есть экранға шығу үшін. Қазір істемей тұрыпты ғой. Жоқ болмай тұрыпты ғой, non болмай тұрыпты. Мынаны шақырып қойым керек, ішіне, то есть модуль шақырымыз керек, render модуль шақырымыз керек. Қараң. Тартаман. То есть қандай элемент ашып шықты ма? Drag started. Да, не сондай болды. Себебі біздер тартқан уақытта сразу бұл
рендер болып кетіп жатырды. Қайта рендер болуы меніңше бұл дұрыс емес. Да, значит, екінші жолынан, яғни екінші көрсететін жолынан пайдаланып кетеміз. Яғни не қыламыз? Юзерлардың ID-лері бар, сол ID-леріне текарланған алда біз не қылуымыз керек? Неге? ID беруіміз керек элементтің өзіне. Яғни user деп тұрып, неге андай қойып қоямын. Һәм item.id беремін. Қараймыз, курсорды апарамын. User ID 1 деген ID берілді. Мен алып тұрып, мынаған апаратын болсам, user ID 2 деген ID берілді. Мен арқайын енді тауып аламын, қайсы item екендігін элементтердің ішінен. Не үшін? Себебі бізде user ID бар. Қара, document.querySelector ID арқылы user тире енді беруге user ID беремін, Мысалы үшін біріншісі болса, біріншісі. Соның класс листіне add қыламын. Hidden деген класста. Bootstrap деп қаналда. Tailwind'да hidden беретін болсақ, білеміз, ол жоғып кетеді, display nonға тең. Қараймыз, тартаман жоғып кетті. Һәм біздер уже end болған уақытында, drag ended болған уақытында remove қылымыз керек. Hidden'ді. Тартаман уже user ID not defined деп атыпты. User ID не үшін not defined? Себебі бізде drag started elementке беруіміз керек бұны. Бізде сақлап қойыппыз ғой. End болатын уақытында бізге item ID келіп атыпты, бірақ бәріміз сақлап қойған элементті бере бергенбіз. Мақұл. Тағы жоқ бұлайынша. Бірақ сақлап қойымыз керек, кейін айтамын не үшін екенін. Тартаман уже end болған уақытта ол уже бір нәрсе кетіп жатыр, екеуі. Соның үшін мен тартып болғаннан кейін барып не қылу керек? Істеу керек. Соның үшін set time on деп тұрып азғандай задержка беремін. 0 секунд болсын, ешқандай, тек қана задержка болса болды. Енді уже тартаман, неке, көрдік па? Тартаман орындағысы display non болып қойып и мен оған дейін тартып үлгеріп атпан. Тарттым ба, уже мен мешкімді қап қойды нәрсе. Һәм қараң, бұл тартып тұрып жіберген уақытында бұл бір өшіп жанып атыпты. Яғни ол drag over деген event. Drag start'ты істедік, drag ended істедік. Енді function drag over болған уақытында мына дисплейдің өзі, браузердің өзі бұл нәрсені бір өшіріп жағады мынандай алып. Сол нәрсе бұл бізде event. Бізде eventқа prevent default қоймыз керек. Һәм бұл drag over уже біздің userдің, яғни мына itemның event'і емес, бұл соның астындағы контейнердің элементі. Event деген, то есть. Соңғы біз render modulesқа барамын. Users контейнерға drag over'ды on drag over болған уақытында drag over'ды беріп қоямын. Һәм берді кейін мына нәрсе бізде беруге event беріп жүремін. Event уже нері кеп түседі. Тартаман. Так, бұл не үшін істемеді? Default, prevent default. Егерде мен drag over'ың өзіне қайты? Да. On drag over'ың өзіне мынаны беріп қоятын болсам, бұл нормально істеу керек. Хош. Prevent default. И бұл нәрсені кейін мына жерге беріп қояқ. Тартаман. Әнеке. Көрдік па? Уже бұл не болмау керек та, аты не? Event'ін қолдасы керем, жаңа өшіп жанатын event'ті бізде аптыстадық. Хоп, әжайып. Уже бізден ондай нәрсе кеп түсті. Енді бізден алып тұрып, неғып тастаған уақытта осы жерге кеп түсу керек болады. Ол жүдайым аңсат.
мақсат. Просто біздер мына жерге on drag мысалы үшін қараң, кейінгісі енді уже біздер мысалы үшін мынаны алып тұрып жерге апарған уақытында мына жерге я бэкграунд өзгеру керек, я бір зат болу керек. Осы жерге сен тастай жақсаң дегендей. Оның үшін мен on drag enter деген нәрсені жерге беремін. Мысалы үшін жерге өтемін. Function on drag enter деймін. Жерге қайсы ID-лі элемент, қайсы ID-лі модул екенін жазамын. Module ID, module ID. Һәм біз мына функцияны аламыз да өзіміздің on drag enter деп тұрып мына жерге беріп қоямыз. Ішіне айтымның ID-сін беріп қоямын. Мынаны тақылап алайын. Тартамын. Көрсіз бе? Мен бірден 4-ке апардым. Мына жерде баста 1 шықты, мен 1-де тұрған уақытынан кейін 4 шықты. Мен 4-ке апарғанлығым білініп тұрды, мен қайттан 1-ге апаратын болсам, маған қайттан 1 шығады. Сол арқылы мен не қылуым мүмкін? Қай жерге апарғанлығым біліп алуым мүмкін болады. Енді келің мына жерден let drag enter болады. Module ID. Мынау болып тұрады пока что. Һәм мына жерге келемін. Drag enter module ID-ға module ID-ді беріп қоямын. Жаңа drag enter болған module ID-ді. Һәм сол модулдың бэкграундын ба затын өзгертіп қойыңыз керек, сен осыған тастай жақсаң деп. Оның үшін жазамыз document.querySelector модулдан модулдар ішінен өзіміздің enter болған module ID-лі элементті тауып аламыз да. Соның класс-листіне pg класс-лист add қыламыз. pg white дейміз. Көрсіз бе? Уже өзгерді, бірақ қып қойды, өзгерді. Енді сол нәрсені drag ended болған уақытында алып тастауымыз керек. Уже қаяқтан алып тастайтынын қаяқтан білеміз? Да, дұрыс. Бізде entered-қа мына жерге сақтап қойыппыз. Жерге беріп қоямын и жерге remove-ды беріп қоямын. Түсіндік қой не болған? Яғни аламын. Ақ болды. И мынау ақ болды. Да, осы жерде бізде ошибка. Не үшін? Себебі бізде drag ended дегені жіберген уақытында ғана ол істейді. Соның үшін біздер on drag leave-ға беріп қойымыз керек. Не жерге? On drag leave деген жері бар. Келін console.log leave деймін. Яғни мынаған кірді и шығып кетті. Көрдіңіз бе? Қайттан шығып кеткен, қайттан leave болады. Қайттан шығып кеткен, қайттан leave болады. Мына жаққа өтемін. Мына нәрсе бар, жаңа ended-ке сап қойған. Соны leave-ға сап қойым керек, leave-ға. Function деймін. On drag leave деймін. Шыққан уақытында қайсы элементтен шықты? Қайсы модулдан шықты ол? Module ID беріп қоямын. Һәм сол module ID-ге қарап тұрып, не алады? Бэкграундта қайттан өзгертіп қояды. Орнына қайтарып қояды. Жерге уже console log емес. Мынаны беремін. Һәм берге leave деген текст емес. Сол модулдың ID-сін беріп қоямын. Һәм берде pg white деген думанда үлкен өзгеріс болмай жатыпты, көрдіңіз бе? Нормально істеді. Мынау қап қойып жатырды, уже leave болмаса қап қойып жатырды. Значит, мынаны алып тұрып, біздер end қаян беріп қойымыз керек болады. Да, module ID емес, уже бұл жерде enter. Қашан nest-қа enter болды? Сол нәрсені жерге беріп қоямын. Кіремін, ақ болды, жіберемін, уже көшті.
прямо ақ болды, шығаман өшті. Көрдік қой? Енді қараң. Бізде BG white емес, келін сәл басқашалау жазып берейін. BG white opacity. Бізде тек қана бір класс бере аламыз бір уақыттың өзінде. Соның үшін келін opacity бізде 30 қылып қойып, соны 60 қояйық. Мінекей. Ойбай. BG opacity, братан. Не. Грей болып қалады, бірақ онша нормальный болмайды екен. Хоп, BG white деген уақытында мен үшін нормальный тұрып еді. Сол тұра берсін, я? Не дейсіздер? Болды. Нормально, минимализм осының өз бізге жетеді. Егер сағалым деп тұрып, таза модул қостырып, не көретін болсақ, бұлар нормально істей береді. Все, болды. Ең аңсат жеріне келдік енді. Ең аңсат һәм ең қызық. Енді мынаны алып тұрып, неге тастаған уақытта осы жерге келіп түсуі. Жоғаман. Яғни бұлар не заттан аңлатылатынын біліп алдыңыз. Яғни drag start деген бұл. Мына телефонды алып тұрып, басқа жерге қояман деп алған уақытыңыздағы нәрсе. Һәм drag end деген ол сол телефонды орнына қойған уақытыңыздағы нәрсе. Drag over дегені телефонды алып орнына қайтқан уақытындағы нәрсе. Drag enter дегені телефонды мысалы үшін деп қояйын деп тұрған жеріңіз сол. Drag left дегені қояйын деп тұрып қоймай кеткен уақытыңыздағы сол қоймай кетілген элемент. Мен үшін нормально түсіндіріп бердім. Енді не аламыз? Енді уже біздердің зат бар. Қояйын деп тұрған элементтің ID-сі бар. Һәм сол ұстап тұрған элементіміздің ID-сі бар. Болды уже. Тайын ұстап тұрған элементтің ID-сінің, яғни ұстап тұрған элементтен ол соны бізде ұстап тұрылған user. Яғни мұна бірінші user болуы мүмкін, Һәм бұл төртінші зат болуы мүмкін. Модул. Сол модулның 4 деген ID-сін модул ID-на беріп қоймын болды. Яғни уже бұл end task денеді. Drag end болған уақытында. Или бұл. Давайте анандай алып көрейік. Render модул болған уақытында. On drop берсек не болады? Не, салам деген зат келіп түсті, әнеке. Значит, мынаған дропқа істеуіміз керек бізден. Енді қараң, салам болып тұрсын. Ерге функция түземен. On drop. Ешқандай бізге даже не керек емес. Modul ID. Или же modul ID мынаған беріп жіберейік пе? Yaxshi, modul ID-ді сөйден аламыз. Item.id. Неден modul ID келеді. Һәм бізде енді қараң, users тең болады. Users.map. Егер де item, яғни user ID-сі тең болатын болса, біздер drag start қойатқан уақытта не қылдық? Сақлап қойдық, зат сақлап қойдық. Ондай зат жоқ қой, мынау қате зат жазып қойған екенбіз. Көрдіңіз бе? Drag started user ID. Біз мына жақта өзгертіп қойып, мына жақтан өзгертпеген екенбіз. Аны алып тұрып, ергені беріп қоймыз керек. Да. Ұмытып кетпей жақшы ма? Мынаны алып тұрып, ергені беріп қоймыз керек.
Шunu ашып көрді. Неде же біздер алдастық. Да, не үшін себебі мына бетте уже не алмадық қой, елі біздер. Өзін жазып атық қой. Drag started user ID-ға тең болу керек. Не деймін? Drag started user ID-ға тең болу керек. Не деймін сондай. Просто мен алмастырып болып, не қылады өзгертуді ұмытып кеткенмін. Ана жақта өзгерткенмін, мына жақта өзгертпегенмін. Яғни өзіміздің мынаны көтерген уақытында, жаңа юзерді драг қылып бастаған уақытындағы сақлап алынған user ID-ға тең болатын болса, return қыламыз. Басқа мәліметтарға тимейміз. Басқа мәліметтер болуы мүмкін ғой. Бар ғой, мысалы үшін item бар, full name бар, иә. Оларға тимейміз. Тек қана module ID-сін өзіміздің әкеп drop қылып тастап қойған жердегі module ID-ға тең қылып қоямыз. Else болса return просто item. Мен астына render modules'ты беріп қоямын. Modules'қа тең болады. Аламан, тастайман. Не үшін істемеді? Module ID. ID тең болса user ID-ге кейін консольды көрейік не болды. Қандай ошибка бар? Кейін console.log module ID-ді көремін. Яғни module ID мынау 1 деген мынау. Мынау тұрып мына жаққа тастайтын болсам 4. Уже өзгерген болу керек еді. Қызық. Не үшін өзгермеді? Users тең болды. Users map item. User. Да, users ID отыр. User ID емес, item ID болу керек. Өзір миң балалар, өзір жігітлер, қыздар. Алып тастаймын, уже менде істейді. Все. Ең қиын, ең қызық, жақсы практика болды. Каналымыздағы. Мысалы үшін жерге new module деймін, create қыламын. Бірге таза адам болсам, мысалы үшін адам Jeffer. Еттен атты ойлап тауып берсең. Адам Jefferді, мысалы үшін мына жаққа кеп тастаймын. Мына жаққа апарамын. Хаммесі бізде мощный болып істейді. Да, меніңше все. Алдыңызда үлкен сондай проекттер болатын болса, арқайын осы нәрсені қосып кете берсеңіз болады. Да, енді қылмыс мүмкін. Енді уже көп жер істелінді, ондай проблема жоқ қалған жақтарында. Да, мынау бұрынғысымен қалып кетті. Басаман уже мен істеп тұрып нормально. Болды. Яғни бұл жердегі үлкен фишкалардың бірі біздер аррейлармен істеп отырмыз. Бұл жерде тек қана HTML тараптан ғана істеп қойылатын нәрсе емес. Мысалы үшін end болған уақытында, то есть drop болған уақытында мен array'ды көрсетемін. Array'ға незет болғандығын. Console.log бірінші болып modules'ты көрсетемін. Module түсінікті, ол тек қана қосылады. Users'ты көрсетемін. Қараймыз. Алып тұрып, мына жаққа тастаймын. Users'қа қарайтын болсақ, екеуінің module ID-сі бірге айланған, яғни. Енді алып тұрып, мына жаққа тастаймын, уже екеуінің module ID-сі 4-ке өзгерді. Біз соны алып тұрып, бэкэндке просто так беріп жіберсек болды, істей береді. И бұл жақтағы модульдары бізде қосылып жатыр, яғни. Все.
Так, проект сізге ұнады деген үміттемін, құдай қаласа. Істеп көрің обязательно, бұл сіздерге үлкен пайда береді, пайда бермей қоймайды. Ертең реальный проекттерде алдыңыздан шығады нәрсе. Жұмысқа кірген уақытларыңызда. Сондай проектлеріміз алтыда жүдем көп. Уақытым болғанда обязательно YouTubeға видео салып тұрамын. Жақсы видеолардан сондай. Егер видео жаққан болса, пікіріңізді комментарийға жазып қалдырың, лайк басың и каналымызға подписаться етіп қойың. Сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев. Қойшы сау, саламат болың.